Бүгін сіздерге састырмай сабақтарынан өзімді көрсеткім келіп тұр. Бізде әдетте сабағымыз осылай басталады. Көңілімізді көтеріп, сабаққа осындай көңіл күймен кіреміз. Біз алдымен тынысымызды дұрыстаймыз, яғни тыныс алу жаттығуларын орындаймыз. Себебі састырмай үрмелі аспап, ал дыбыс сапасы тынысқа байланысты. Сонымен қатар тыныс алу денсаулық үшін де өте маңызды. Ол өкпе көлемін ұлғайтып, қан айналымын жақсартады және ағзаны оттегімен қамтамасыз етеді. Кейін біз үй тапсырмасын тексеруге көшеміз. Балалар шығарманы бір-бірлеп орындайды. Мен де олармен бірге орындап, қажетті жерінде көмегімді беремін. Әр оқушыны жеке тыңдай отырып, бір-бірінен үлгі алуына мән беремін. Себебі бір оқушының жақсы орындаған тұсы екіншісіне мотивация береді. Мысалы, мына жерде Абдулазизге Құсни Қорлан шығармасы Диярдың орындауында ұнады. Сол себепті қызығушылығын білдірді өзінің. Үй тапсырмасынан кейін жаңа шығармамен жұмысқа кірісеміз. Сабақтың осы бөлігінде уақытты барынша тиімді әрі сапалы пайдалануға тырысамын. Бізде бос отыру деген болмайды. Әр оқушы өз деңгейіне сай тапсырмамен жұмыс істейді. Абдулазиз бен Дияр бұл топтық форматтағы сабаққа алғаш рет қатысып отыр. Сондықтан олардың деңгей ерекшеліктерін ескеремін. Абдулазиз қазір 4-ші сабағында, сондықтан оған негіздерді бекітуге арналған техниканы қалыптастыратын шығарма беремін. Ал Диярмен біз күрделі деңгейге өтіп жатырмыз. Жылдам шығармаларды талдап, орындау үстіндеміз. Сол себепті екеуіне екі түрлі деңгейдегі шығарма беріп, кезекпен жеке жұмыс жасаймын. Бір оқушымен жұмыс жасап жатқанда, екіншісі өз тапсырмасымен айналысады. Сабақ соңына дейін шығарманы тек орындап қана қоймай, оны талдап, түсініп, тіпті жаттап алатындай деңгейге жеткізуге тырысамын. Ал біз енді сабақтың соңына да келіп жеттік. Сабақ соңында Абдулазиз бен Дияр өз нәтижелерімен бөлісіп, шығармаларын орындап көрсетті. Мен әрдайым оқушыларымның жақсы тұстарын байқап, ашық түрде мақтап отыруға тырысамын. Себебі қолдау мен сенім баланың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Сабақ соңында олардың көзіндегі қызығушылық пен сенімділік мен үшін үлкен нәтиже. Сабағымызды жақсы нәтижемен аяқталғандықтан кішкене сергіту сәтін ұйымдастырамыз. Балаларға асық ойнауға рұқсат беремін. Бұл тек ойын емес, ұлттық құндылықты насихаттау және сабақтан кейінгі жағымды көңіл күй.